Ассалаумағалейкум. Міне былай заказ келеді, линияда жүрсеңіздер. Сөйтіп осыны заказ келгеннен кейін қабылдауды басамыз. Қабылдау. Сөйтеміз де міне қабылдағанда Төлегенов Ғалымжан заказ беріп жатыр. Ол жаққа сіз қабылдаған кезінде міне Ғалымжан деген кісіге, заказчикке, мынау Ғалымжан деген клиент. Сол клиентке назначен машина деп келеді. Осы қабылдағаннан кейін міндетті түрде мынау Ғалымжанның қасында телефонның значогы тұр. Осыған басып, клиентке міндетті түрде звондап алыңыздар. Кеттік міне. Бірінші жолға шықпай жатып, навигацияны қоспай жатып, міндетті түрде звондаңыздар. Клиентке звондайсыз. Клиент алады аршетінен. Сөйтіп сөйлесесіз, ассалаумағалейкум, қайырымды таксиден заказ бергендейсіз суда. Егер заказ бердім десе, жарайды, қазір барамын дейсіз да, телефонды өшіресіз, күте тұрыңыз деп. Сонымен телефон өшіргеннен кейін кеттік. Осыдан кейін навигацияны қосамыз. Алгоритм поездки готов. Біз мына жерде келдім деген значокты басамыз міне. Келдім. Ана жаққа такси келді деп хабарлама беріледі. Сөйтесіз де күте тұрасыз. Егер ол міне 2-3 минут бесплатный ожидание болады, күтіп 3 минуттың жақындаған кезінде қайтадан значокты басып, қайтадан сол клиентке звондайсыз. Сөйтесіз де звондап, мен келіп тұрмын деген сияқты, сонымен келсіз, ол шықты, например, машинаға мінді. Сөйтіп ол шығып машинаңызға мінгеннен кейін сіз жолаушымен дегенді басасыз. Жолаушымен. Сөйтесіз де кеттік, болды мін. Жолаушымен деген кейін жаңа карта құрылды мін, қараңыз, баратын жерге арналған. Сол кезде навигацияны басамыз. Маршрут построен. Осының үстіне бассақ, қайттан біз қайырымды таксиге келеміз. Керек жерге жеткеннен кейін адреске мына келдікті басамыз. Келдік. Стоимость поездки составляет 580 енді бұл жерде жаңағымен бағаның өзгергені 980-нен 580-ге түсіп отырғаны. Біз енді осы жерде отырмыз ғой, еш жаққа барған жоқпыз. Сол себепті мынау бағаны төмендетіп айтып отыр. Кәдімгі Яндекс дейді ғой, әлі жеткен жоқсың. Жарты жолдан тоқтады, сөйерге дейінгі таксометрдің есебі бойынша сізден ақшаны есептеп береді. Сонымен аяқтау дейміз да, ары қарай жұмысымыз жалғастырамыз.